Күні бойы әлсіздік, шаршау, көңіл күйдің құлдырауы ұйқыдан оянған сәттен бастап сергектік жетіспеуі. Бұл тек күн тәртібінің бұзылуынан емес, көбінесе ағзадағы маңызды дәрумендер мен микроэлементтердің жетіспеушілігінен болады. Ең алдымен күдікті үштік: Д дәрумені, В12 және темір. Д дәрумені жетіспеген кезде адамның бұлшықеттері әлсіз тартып, сүйектері сырқырап, таңғы уақытта сергек ояну қиындайды. Сонымен қатар, бұл дәрумен иммунитетке, ішкі энергияға және көңіл күйге тікелей әсер етеді. Себебі, серотонин бақыт гормонының бөлінуі Д дәруменіне тәуелді. Бұл дәруменнің жетіспеуі көбінесе күн сәулесінің тапшылығынан, ұзақ үйде отырудан және тағамда майда еритін дәрумендердің аздығынан болады. Ал В12 дәрумені жүйке жүйесінің негізгі тірегі. Ол жетіспесе адамда бас айналу, ұйқы басу, аяқ-қолдың үйіп қалуы, есте сақтау қабілетінің нашарлауы байқалады. Ұзақ уақыт В12 дәруменнің жетіспеуі мидың қартаюын тездетеді. Тіпті кейбір адамдарда ашушаңдық, күйзеліске бейімділік артатын болады. Енді темірге келсек. Ол қан құрамындағы гемоглобиннің негізгі материалы. Егер темір аз болса, ағзаға оттегі толық жетпейді. Адам аз қимылдаса да тез шаршайды, ентігеді, шаш түседі, тырнағы сынғыш болып кетеді, бет бозарып, көздің асты көгеруі мүмкін. Бұл жағдай әйелдерде жиі кездеседі. Бұлардың барлығы адам ағзасының мен шаршадым деген сигналдары. Мұндайда ең дұрысы дәрігерге қаралып қан анализ тапсырып, нақты жетіспейтін нәрсені анықтау. Сонымен бірге күнделікті тамақтануда майлы балық, ет, бауыр, жұмыртқа, көкөністер, жаңғақтар, ашытылған сүт өнімдері секілді пайдалы тағамдарды тұрақты қолдану, таза ауада жиі жүру, ұйқыны қалыпқа келтіру өте маңызды. Есіңізде болсын, созылмалы шаршау бұл жай еріншектік емес, ағзада бірдеңенің жетіспей жатқанын көрсететін шынайы белгі. Міне құрметті көрермен, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызды пайдалы деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.